достық үй алаңында сонау соғыс жылдарындағы батырлардың фотосуреттері орнатылып, солдат киімін киген Ресей жинақ банкінің қызметкерлері қала тұрғындарын ерекше күйге бөледі. Жеңістің 70 жылдығына арналған бұл шараны Ресей жинақ банкі акционерлік қоғамы Еншілес банкінің Петропавлдағы филиалы ұйымдастырып отыр. Өйткені 30 қыркүйек тарих беттерінде Москва үшін шайқас басталған күн деп есте қалды. Наши внуки, правнуки вряд ли будут. Жастар біздің балаларымыз бен немерелеріміз батырлардың ерліктері жайында білуі қажет. Сол себепті аталмыш іс-шараны өткізіп отырмыз. Көшенің қақ ортасында Ұлы Отан соғысына қатысып ерлікпен қаза тапқан батырлардың суреті, өмір мен ерліктер жазылған баннер орнатылған. Қала тұрғындарына парақшалар мен арнайы естелік магниттер таратылды. Тайыр Зейнолла мұндай шараларды жиі ұйымдастырған жөн дейді. Айтуынша, жастар кең байтақ жерімізді жаудан қорғаған батырларымызды білуі жөн. Үлкендер болса, олар жайында айтып ұмытпаған жөн. Белгі жетіспеушілік бәрі қазірде емес, жастар жарқырап жүрміне. Киімдері де, сәндері де, сәнді ол кезде мұндай емес қой енді. Сонда да Алла Тағала өзі қолдап жеңіске жеткізді баршамызды. Кеңес одағының батыры Әбу Досмахамбетов майданда 8-ші атқыштар дивизиясының 229-ші атқыштар полкінде ротаны басқарды. Оның ротасы ұрыста ерекше көзге түседі. Батыр соңғы ұрыста 2 апта бойы фашистермен шайқасады. Осы шайқаста танкіге гранат лақтырады. Жақын арадағы жарылыс 23 жастағы жігіттің өмірін қияды. Бүгінгі шараға батырдың немере жиені Алтынай Башимова арнайы келіп отыр. Я племянница героя Советского Союза Әбу Досмахамбетов. Мен Кеңес одағының батыры Әбу Досмахамбетовтің ағасының қызымын. Батырдың туысы болғанымды мақтан тұтамын. Барлықтарына атамның ерліктері жайында айтып жүремін. Бүгінгі іс-шараны ұйымдастырушыларға алғыс білдіремін. Қала тұрғындары Ұлы Отан соғысы батырларының өмірлері мен ерліктері жайында мағлұмат ала отырып, солдат кейпіне енген Сбербанк қызметкерлерімен естелікке фотосуретке де түсе алды.